41-ші өтіріктің соңы. Бұғып қалды. Оқ тимеді. Енді бұл атты. Соңғы оқтар қалыпты. Тез тапаншаның оқ қаптарын толтыру керек. Базаға жақындай бергенде бір контрол террорист бассейн маңында тұтқындарды алып кетіп бара жатыр екен. Көз қарықтыратын гранатаны лақтырды. Қап, жетпей қалды. Имплю жазбағанына өкінді. Шапшаңдатып кіші үйшікке кіріп кетті. Пышақты суыра салып, көзі қарғып көздеушіні аспанға дәлдеп тұрған қарсыласына бас салды. Нағыз тайталастың көкесі басталды. Бұл пышақтап жатып секіре берді. Қарсыласы снайпердің дәлдеуішін тым жақынға қойса керек, тура алдындағы адамға атқан оғы мүлт кетуде. Иығына мамасының қолы тигенде ғана өзінің үйінде компьютер алдында отырғаны есіне түсті. Мамасы қынжыла сағатқа қарады. Мәс саған, сағат түнгі 2 болыпты. Қайта ойынына қараса, оңбаған жауы мұны атып тастапты. Қап, енді жеңе бергенде, балам, ертең сабақты не істейміз? Қойдым, түнде ойнамаймын дегенің қайда? Мама, мен қазір ғана отырдым, міне жатамын. Батыржан төсегіне күмп берді. Таң атқалы мамасы үш келді. Баласын оята алмай әуре болып жүр. Әр келген сайын баласы қазір тұрамын деп қайтарады. Келе қоймаған соң қайта келеді. Мама, мен кеше айттым ғой, Қырғызбай ағай ауырып қалған, екінші сабаққа барамын деп. Батыржан өтірікті соғып жіберді. Солай деп пең? Ұмытып қалғанмын ғой, ұйықтай ғой. Мамасы сенгіш, ешкімді ренжітпейтін адам. Ұйқы деген негізі ең бір керемет нәрсе ғой. Осы сабақты кім шығарды екен? Таң атпай басталатынын айтсаңшы. Кімде болса балаларды аямайтын біреу шығар. Балқып ұйқының құшағына қайта ене берген сол еді, иығын біреу жұлқылап оятты. Қараса әкесі. Бұл кісі қашанда жұмыс басты. Таңертең кеткеннен қараңғы түсе бірақ оралады. Тау-кен инженері. Үлкен ақыл иесі болғандықтан болар, басында әзіл ойын дегенге орын жоқ. Қашанда жұмыс қамында жүреді. Баласымен тек ақыл айту үшін ғана сөйлеседі. Өзбекбай ағайың ауырып қалған күннің өзінде сен күнде бір уақытта тұруға тиістісің. Басқа сабақтарыңды оқы. Оқу білім деген керемет қой. Білгеніңді оқы. Алтындай басты ұйқыға былықтырып, әкесі ұзақ сөйледі. Қырғызбай ағай, деді бұл. Әкесі сөзіне жаңылсып қалды. Бұған бақырая қарады. Өзбекбай ағай емес, Қырғызбай ағай. Иә. Әкесі сағатына қарады, шығып кетті. Бұл енді болмағанда екінші сабаққа да кешігеді екен. Асығып өсігіп келгенде Қырғызбай ағай жолықты. Иә, сонымен қазақ тілі саған сабақ емес екен ғой. Оған келмей басқа сабақтарға келдің бе? Ағай, тісім ауырып, қазір тіс дәрігерінен келе жатырмын. Батыржан ауырсынғандай жағын қолмен жаба қойды. Ой, кеттім ағай, қоңырау соғылып қойыпты ғой. Екінші сабаққа кешіккен адам не айтсын? Жағын жақсылап ұстап, есік тақылдатты. Кіріп алып қабағын түйе, тісін ауырсынған адам құсап, ыңылдай отыруға рұқсат сұрады. Тісің бе? Шының ба, өтірігің бе? Апай қадалып тұр. Бұл жауап орнына ауырсына. Түс жылдырып келе жатырмын, деді тісін жылдырған адам секілді сақауланып. Жарайды, отыр. Ондайды ертерек ескерту керек. Батыржан өз партасына отыра бергенде сыныптасы Айдын сыбырлады. Сабақтан кейін асынымен футбол ойнаймыз. Бұл қуанып бармағын көрсетті. Батыржан қуанышты. 5-ші асыныбы, бұның сыныбы 3-1 есебімен ұтты. Бір соғылған доптың иесі өзі. Қуанышы қойнына сыймай келеді. Қолындағы допты әуеге лақтырып жіберіп, қағып алды. Тағы лақтырып, тағы қағып алды. Доп сарт-сұрт етеді. Тіршілік иесінде ышқына серпіліп, зуылдай қайта түсіп, тізеге соғылып, қайта көкке ұшты. Кенет аяғы исі ұрды да, доп аласа шарбақты кішкене үйдің терезесіне тиді. Салдыр етіп терезе сынып түсті. Бұл бұтаның түбіне бұға қалды. Масқарай, енді орнынан қалай тұрады? Бір әже терезеден басын қылтитып қарап, күйіп пісіп ашулануда. Бұл бұқпантайлап қаша бергенде арқасына қатты бірдеңе тірелді. Жалт қараса ұзын бойлы, ақсақалды бөр киген бір атай таяғын арқасына тіреп тұр. Сен ғой сындырған. Қайда барасың? Бар кешірім сұра. Терезесін салып бер, деді атай. Жоға, мен емес, деді күмілжіп. Олахи біллахи, деді сасқанынан. Шегіншектеп барады өз. Өтірік айтпа балам, анау кісі ренжіп жатыр. Өтірік өрге бастырмайды. Айттым ғой мен емес деп. Батыржан бұрылып алды да жүгіре жөнелді. Өтірік жақсы, әрқашан көмектеседі, деді онымен қоймай. Онда өтірік әрқашан алдыңнан шықсын деген атайдың дауысы микрофонмен айтқандай дәл жанынан шықты. Міне, деді қолын жуып жатып айнадағы суретіне. Өтірік қандай жақсы. Айнадағы суреті бұған көзін қысты. Бұл аң-таң. Сурет тағы көзін қысты. Сен кімсің, деді бұл. Көрмей тұрсың ба? Сенмін. Міне көзім, міне кекілім. Ай, қараш мынаны.
кеше маса шағып алған. Ол кекілін көзін көрсеткен сайын бұл да қайталап тұрды. Ол жағын сипағанда бұл да жағындағы маса шаққан томпақ ұстады. Бұл оған үңіле басын айнаға жақындатқанда ол да басын бұған тіреді. Бұл сескеніп басын тартып алды. Айнадағы бейне тағы көзін қысты. Жүр деді. Кір айнаға. Ол қолын созып еді, бұл да қолын созды. Лып етіп айнаға өтіп кетті. Байқап қалды. Бұл айнаға өткенде бейнесі кері мұның орнына өтті. Бұл бақырая қарады. Бейнесі де бақырая қарады. Не болып кетті деді бұл. Бейне баяғыдай қайталап тұр. Басын қисайтса қисайтып, иегін көтерсе көтереді. Бозарып жуынатын бөлмеден шықты. Өңі ме, түсі ме, айналасына қарады. Құдайға шүкір бәрі бәз баяғы алпы. Мамасы ас бөлмесінен шығып келеді екен. Бар тамағыңды іш, ет қосқан картоп, деді мамасы. Тамақтың иісі мұрынды жарып барады. Қарны ашқанын енді білді. Барып теледидар қосты. Қазанның қақпағын ашты. Ішінде ешқандай тамақ жоқ. Келесі қазанда бос болып шықты. Тоңазытқышта да ет қосылған картоп жоқ болып шықты. Бірақ тамақ иісі мұрынды жарып тұр. Мама, мама деп айқайлады. Анасы жауап бермеді. Жарайды деп тоңазытқыштан салқын тамақтарды алып іше бастады. Енді спорт жаңалықтары, деді тележүргізуші. Бүгін Жаңатас қаласының нөмірі 3 мектебінде сыныбаралық футболдан жарыс өтті. 5 А сыныбы 5 Ә сыныбын 5-1 есебімен ұтты. Оның ішінде 5 Ә сыныбының оқушысы Батыржан өз қақпасына байқамай гол соғып алды. Біз бұл ойынға қарап Батыржанға өте ұят болды дегіміз келеді. Бұл қолындағы шанышқысын түсіріп алды. Сол қотыр. Қалайша өтірік сөйлейді? Керісінше жеңген өзінің 5 Ә сыныбы емес пе? Бұл ешқашан өз қақпасына доп салған емес. Салмайды да. Ау, Қазақстанның бір қуысында орналасқан кішкентай қаласындағы мұның мектебінің ойынын қашаннан бері теледидардан көрсетіп болған? Бұлар футбол ойнағанда бөтен ешкім жоқ еді ғой. Бұл басын ұстады, бетін шымшыды, аяқ қолын ұрғылады. Түс емес өңі сияқты. Жүгіріп барып дос Айдынға қоңырау шалды. Теледидар көрдің бе? Деді бұл. Жоқ, жайма. Жаңа біздің ойынымызды жаңалықтардан айтты ғой, Қазақстан телеарнасынан. Біздің сыныпты жеңіліп қалды деп айтты. Айдын қарқылдап күлді. Өтірікші екеніңді білеміз, мынауың тіпті қисынсыз, сенің гол соққаныңды да айтқан шығар, а? Иә, деді бұл. Бірақ мені өз қақпасына соқты деп айтты. Көзі жыпылықтап сөзі сенімсіз шықты. Масқарай, не айтып кетті? Не болды өзі? Телефоннан Айдынның шегі қата күлгені естіледі. Жарайды, Батыржан әзілің керемет, бірақ сабақ оқу керек. Қалғалай Батыржан. Әкесі аяғында ролик, қолында портфелі, қара костюм киіп, галстук тағып алған. Жұмыстан келіп тұр. Жолындағы заттарды құлата роликпен сырғып жүр. Ыржаңда брейк бейні қимылдарын көрсетті бұған. Қолы тиіп кетіп, стол үстіндегі ыдыстар шашылды. Келіп, мұның шашын ұйпалақтап, киім ауыстыруға кетті. Бұл аузын ашқан күйі таң қала қатып қалған. Әкесін ешқашан бұлай көрмеп еді. Қандай рахат, енді бокспен, самбомен, жүзімен айналсам. Роликпен жүретін боламын. Сонымен менің білуімше ет қосылған картоп қой. Иісі мұрынды жарады. Әкесі ыдыстарды ақтарып шықты. Ау, маған тамақ қалдырмағансың ба? Мен де жеген жоқпын, маған да қалдырмапты. Тоңазытқыштан суық етпен салат жедім, деді бұл ыдыс аяғын жуып жатып. Неге өтірік айтасың? Иісі бұрқырап тұр ғой. Жек қойсаң жедім деп айта бермейсің бе? Сен қимылдаған сайын өтірікпен ақталатын жаман әдет тапқан жоқсың болса? Әкесі ренжи шүлікті. Оллахи биллахи деді сасқанынан. Мамасы кірді де шашылған ас бөлмесін көріп шошып кетті. Мынауың не балам? Мен емес, әкем ғой, роликпен жүріп бәрі қиратты. Бұл айсаңшы дегендей әкесіне қараса, әкесі түк білмегендей газетке қарай салды. Сенің өтіріңе тойдым. Қазір ғана Қырғызбай ағай телефон соқты. Ауырған түгі жоқ. Сен осылай кете берсең, балам болмай-ақ қой онда. Анасы күйіне өзін ұстай алмай айқайлап жатты. Бұл мектебіне жақындай бергенде сыныптасы Сәния шықты алдынан. Сәлем деді ыржиып. Кекілі әппақ жүзіне жараса қалған. Бұрын бұған бұлай қиыла қарамаушы еді. Бұл сасқалақтап шашын жөндеді. Костюмының етегін тартып, қипақтап қалды. Сәлем деп тамағын жөткіндірді. Кеше А сыныбын жеңіпсіңдер ғой, жарайсыңдар. Қоңырауға әлі ертерек. Жүр, спорт бөлмесіне барайық. Ешкім жоқ. Бұл басын сезе берді. Бұл ортада жатқан допты алып, екі тізесімен қақпақылдап, өз өнерін көрсете бастады. Теп қане, мен ұстай алар ма екенмін? Сәния қақпа алдында тұра қалды. Қоя ғой, сен ойнай алмайсың. Кім, мен бе? Одан да дәлдей алмаймын десеңші? Сәния мазақтай күлді. Жарайды, мә, ұста.
Батыржан допты сырғыта тепті. Сәнияның епті сай сарт еткізіп аяғын тоса қойып кер тепті. Бұл таңғала қарап тұрғанда доп жанынан өтіп кетті. Сәния мәз бола күлді. Бұл доппен біраз айла жасап жүріп қақпаға жақындап келеді. Бұл жолы соғатына сенімді. Ой, ятай, қыз баласына доп соқпақсың ба? Қараса Қырғызбай ағай, мектептегі ең жақсы үлкен ұстаз. 70-ке келіп қалса да мектепті қимай жүрген кісі. Кел, батыр болсаң мен тұрайын қақпаға, кіргіз алар ма екенсің? Мен 47 жыл бұрын Қазақстан құрамасында ойнағанмын. Маған жету қайда саған? Бұл намыстанып қалды. Мына шалдай өзінен көрсін. Мені бір ши аяқ деп жүрген шығар. Бұл ағайды жаңылыстырмақшы болып, олай да, бұлай да допты қақпақылдап жүріп алды. Не болды, сонша бата алмай жүрсің бе? Сәния жүгіріп келіп жармасты. Мұның бұтының арасынан айла жасап демді допты аяғымен өзіне тартып алды да тебе жөнелді. Бұл қанша қуалап допты алмақшы болса да ала алмады. Не деген айлакер. Ағай болса жеңін түріп алып допты тосуда. Батыржан әрі қуалап, бері қуалап жете алмады. Кенет сол аяғын соза бергенде оңбай құлады. Сол кезде қоңырау дауысы шықты. Ағай мен Сәния ештеңе естір емес. Ойларының бәрі допта. Бұл аяғын ауырсынып дәлізге шықты. Сапаргүл апай өтіп бара жатыр екен. Тез бар, сабақтарың 10-шы бөлмеде болатын болды. Батыржан 10-шы бөлменің есігін тақылдатып ішке кірді. Батыржан, мұнда неге жүрсің? Сендердікі 30-шы бөлме емес пе еді? Бұл 4-ші сынып қой, деді Гүлдана апай орнынан тұрып. Шынымен де басқа сынып. Бұрыннан осы сыныптың бөлмесі болатын. Сапаргүл апайдың мұнысы несі? Қап сабақтан тағы кешікті-ау. Өз сыныбына келгенше сабақ басталғаннан біраз уақыт өтіп кетті. Есікті тақылдатып ішке кірді. Ибадат апайының география сабағы, үлкен картаны іліп тастапты. Сонымен Батыржан, ұйқыңды қимадың ба? Неге кешіктің? Жоқ, мен бүгін ерте келгенмін. Иә, көріп тұрмыз, қалай ерте келгеніңді. Сыныптастары күбірлесіп мәз болуда. Жоқ, ерте болған соң футбол ойнадық. Өзіңмен өзің ойнадың ба? Сенен басқаның бәрі сабақта ғой. Сәния, Қырғызбай ағай үшеуміз ойнадық. Олар әлі ойнап жатыр. Қоңырау соғылды десем қарамайды. Мен кешікпейін деп қоңырауға шығып едім. Сапаргүл апай басқа сыныпқа алдап жіберді. Бұл тез болған оқиғаны айтуда. Сыныбы қыран топан күліп жатыр. Қырық өтіріктен асып кетті сенің өтірігің. Сен қашан адам болар екенсің? Сәния, сен не дейсің? Қараса, Сәния майысып сабақта отыр. Тұрып басын шайқады. Апай, соған сеніп менен сұрап отырсыз ба? Сәния, неге алдайсың? Айтсайш, Қырғызбай ағайдың да ойнағанын. Ол кісі 47 жыл бұрын Қазақстан құрамасында ойнаған. Сынып қыран топан күлкіге батты. Отыр, осы сабақтан кейін мектеп директорына барасың. Басқа өтірігің азда, енді құрметті ұстазды мазақтайын дедің бе? Сабақтан кейін басқан аяғы кері кетіп директордың бөлмесіне келді. Кел, директор мұны көріп ұшып тұрды. Отыра ғой, ау саба жарайсың, естіп жатырмын. Директор қарқылдап күліп алды. Әсіресе бізді телеарнадан көрсетті дегенің ұнады ғой маған. Біздің мектептің мақтанышына айналдың. Қырық өтірікті мүдірмей айтып, ханның қызын алған тазша баланы білесің ғой. Ал талай елді өтірігімен қатырған барон Мюнхгаузенді ше. Міне сол кісілердің орын басқан азамат біздің мектептен шыққанына мен өте қуаныштымын. Ал сен дайындал. Осы қалпыңнан тайма. Жақында басқа мектептерге өтіріктен жарысқа жіберем. Жеңіп шығатыныңа 100% сенемін. Директор сөйлеп жатыр. Қоңырау бағана болған, бұл да қиялдап кеткен. Көз алдына біресе ханның сұлу қызын қолынан ұстап, топты жарып келе жатқаны келді. Бүкіл мектеп, ұстаздар, сыныптастары қақ жарылып жол беріп жатыр. Біресе Мюнхгаузеннің бас киімін киіп, соныкіндей сұлу мұрты бар танауын шүйіріп тұрғаны келді. Сыныптастары бағанағыдай жарыла күлудің орнына іштері күйіп қарайтын еді. Бұл көңілді келіп, сынып есігін тақылдатып ішке кірді. Я, Батыржан, сонымен қайда жүрсің? Неге сен елден ерекше ескертусіз кешігесінде жүресің осы? Ешкім білмей сұрасам. Бәрі біледі ғой менің директор ағайдың алдында болғанымды. Бұл сұраулы жүзбен сыныбына қарады. Бәрі енді естігенде иықтарын көтерді. Жарайды, директор не деді? Сол мені мақтады. Өтіріктен жарысқа барасың деді. Бұл мақтан айт. Сынып ішінде бомба жарылғандай болды. Бәрі қыран топан күліп жатыр. Бұл түсінбей әр қайсына бір қарайды. Апайы күлкіден екі иығыз селкілдеп көзінің жасын сүртуде. Бұл сүміреп далаға шықты. Бүкіл ел бір өзіне қарсы. Бәрі өзін алдағысы келеді. Бұл дүниеде жалғыз қалғандай болды. Тіпті туған әке шешесі мұны алдап кетті. Қалай дәттері барады? Кенет тоқтай қалды.
Бұл да олар талай алдап еді ау. Олар да осылай қынжылған шығар. Мен қателік істеген екенмін ғой. Тез барып кешірім сұрайыншы. Әке шешесін құшақтап, мына жалғыздықтан құтылғанша асықты. Мына жолдың тарын қараш. Алдында бір қария кісі калошын тырпылдата басып жол берер емес. Қолында үлкен қабатталған терезе шынысы. Сытылып жанынан өтіп бара жатып көз түсті. Қиналып әрең көтеріп бара жатыр екен. Өтіп кете беріп қайта оралды. Әкеліңіз көтерсейін. Қария шынны беріп жатып алғысын жаудырды. Бұлар шыныны әжейдің ауласына келгенде бұл тоқтай қалды. Кеше өз терезесін сындырып кеткен үй еді бұл. Бір бұзылған бала қиратып қашып кетті. Ұстап алсам сабайтын едім, деді әжей терезені көрсетіп. Бұл басын салбыратып жерден таяқ әперді. Әжей, міне сабай беріңіз. Мен байқамай допты қисық деп сонымен сындырған мен, кешіріңіз. Әжейдің ашуы қайтты. Иілген басты қылыш шаппас. Жарайды балам, кеш болса да кешірім сұрағаның жетіп жатыр маған. Кешке көршім жұмыстан келген соң салып береді ғой. Үйіңе қайта ғой. Кешеден бері естіген жылы сөз еді бұл. Өзіне қолдарын шошайтып күлген достары келді көз алдына. Үйінде қолын жуып жатып айнаға қарады. Бейнесі тікірейіп қарады. Бұл ойына түсіп, түйіле қарағанда, ол да түйіле бұған үңілді. Бәрі осы айнадан басталды емес пе? Бұл айнаның келесі бетіне өткен секілді болған. Сен бе? Деді бейнесіне. Осының бәріне сен ғой кінәлі. Неге мен кінәлі? Өтірікті мен бе саған айтқызған? Сен шындықты сыйламаған соң, айнаның арғы бетіндегі жалған өмірдің көрсін дедім. Өтірік ұнаса қалуыңа болады. Жоқ, керек емес маған өтірік. Бұл жан ұшыра екі қолын тіреп айнаға үңілді. Кенет лып етіп айнаның келесі бетіне өткенін байқады. Ал бейнесі кешегідей кері өткендей болды. Бұл үңіле қарады. Бейнесі де үңілді. Түк болмағандай бәрін қайталап тұр. Сұрақ қойса сұрақ қояды. Басын есе ет. Тағы түк түсінбеді. Бозарып жуынатын бөлмеден шықты. Мамасы ас бөлмесінен шығып келеді екен. Бар тамағыңды іш, ет қосылған картоп, деді мамасы. Бұл мамасына сенбей жанына бажайлап қорқа басып өтті. Тоқташы, неге бозарып тұрсың? Ауырып қалғансың ба? Тоқташы, неге бозарып тұрсың? Ауырып қалғансың ба? Мамасы басын ұстады. Кеше кеш атқандікі ғой. Енді компьютерді жатарда қоспайсың, түсіндің бе? Мамасы барып теледидар қосты. Бұл ақырын ғана қазанды ашты. Шынымен де ет қосылған картоп қарын ашқанын енді білді. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін бізде қонақта атақты сиқыршы Ардақ Атай, деді телебағдарлама жүргізуші. Батыржанның қолынан шанышқысы түсіп кетті. Жүргізушінің жанында кеше мұның арқасында таяғын тіреген Атай отыр еді. Бұған қарап ыржиды, көзін қысып қойды. Сәлеметсіз бе? Кешіріңіз, енді өтірік айтпаймын, деді бұл. Білемін, деді Атай. Анасы бұған таң қала қарап қалған.